сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтсеңіздер, жазылған комментарийға міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Бүгінгі сабақ бізде 51-ші сабақ, еңбектің наны тәтті. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз, кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын боламыз. Олай болса, бірінші тапсырма. Оқы. Дастархан басында айтылатын тағы қандай жақсы сөздерді білесің? Ас болсын, қанағат, рахмет, дәмді болды. Сен дастархан басында қай сөзді жиі қолданасың? Мен дастархан басында балалар. Тағам дәмді болыпты. Қолыңыз терт көрмесін деген сөздерді қолданам. Ал балақай, сен қандай сөздерді қолданасың? Екінші тапсырмаға көшейік, олай болса балалар. Спандияр Көбеев 1878 жылы өмірге келіп, 1956 жылы өмірден өткен. Ол балалар жазушысы, аудармашы. Қазіргі Қостанай облысының Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Жазушының «Үлгілі бала» атты кітабы бар. Бірінші тапсырма түсініп оқы. Түскі тамақ пен кешкі тамақ. Таңертең бала ешбір жұмыссыз үйде отырды. Түскі асты ішетін уақытта шешесі ет пен сорпа әкелді. Бала сорпаны татып көрді де, бүгін сорпа дәмсіз екен деді. Бұл дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа пісіріп беремін деді шешесі. Түскі тамақтан соң әкесі шөп тасыды. Баласы әкесіне көмектесті. Шөптің төбесіне шықты. Әбден шаршап, кешке үйіне келді. Шешесі түстен қалған сорпаны нанды дастарханға қойды. Баласы сорпаны татып байқады да, түстегі сорпадан мына сорпа дәмдірек деді. Сонда шешесі, бұл түстегі сорпаның қалғаны. Сен түстен кейін жұмыс істеп, қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Содан саған бұл сорпа дәмсіз болды деді. Мәтіннің авторы Спандияр Көбеев. Анықта. Үшінші тапсырма, оқиға қалай басталды? Оқиға таңертең баланың ешбір жұмыс жасамай, жаңағы түскі тамақты ішуі болды, бірақ та ол тамақты не деді анасына? Мына сорпа дәмсіз екен деді, Одан кейін анасы, бұл сорпа дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа дайындап берем деді, Осылайша оқиға басталған болатын. Бағала. Төртінші тапсырма, бала неліктен сорпаны ұнатпады? Өйткені ол еңбектеніп, тер төкпеді, қарны да ашпады. Аш болмаған соң, сорпаны да дәмсіз деп санады, балалар. Бесінші тапсырма, дастархан басында өзіңді ұстай біл деген тақырыпта ереже жаз. Мінекей балалар, біз сіздерге 5 ережені ұсынамыз. Бірінші, дастарханға қолыңды жуып отыр. Ас ішіп отырып сөйлеме. Ас ішіп болмай орныңнан тұрма. Асты асықпай іш. Бесінші, дастархан үстінде сыпайы сөздерді қолдан. Алтыншы тапсырма, мәтіннен анасының түстен кейін айтқан сөзін тауып оқы. Бұл түстегі сорпаның қалғаны. Сен түстен кейін жұмыс істеп, қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Содан саған бұл сорпа дәмсіз болды дейді. Қорытындыла. Жетінші тапсырма, еңбек етудің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Еңбек ету арқылы денеміздегі бұлшық еттер шынығады, сүйектеріміз қатаяды, қан айналымы жақсарады екен, Үй тапсырмасы. Еңбектің наны тәтті деген мақалдың мазмұнын түсіндір. Еңбектің наны тәтті дегеніміз балалар, ол еңбектеніп, жаңағындай бір нәрсені өзіңнің еңбегіңмен жасап, нан табатын болсаң,
ол саған тәтті көрінеді және де оның қадірін білетін боласыңдар, иә балалар? Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.